Геода Жаркол қанатқызы. Еңбек өтілім 4 жыл. Біліктілік санатым педагог материатор. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам генетикасын зерттеу әдістері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты адам генетикасын зерттеу әдістерін, негізгі әдістерін сипаттау, шежіре сызбасын құру. Және бізде күтілетін нәтиже оқушылардың адам генетикасы туралы білімін қалыптастыру. Адам генетикасы адамның тұқым қуалаушылық және өзгергіштік қасиетін зерттейтін генетика ғылымының бір саласы. Адамның денесі 500 триллиондай жасушалардан тұрады. Адамда 46 хромосома болады, 44-ті аутосома, 2-і жыныс хромосомасы. Суретте берілгенде ер адамда XY, әйел адамдікі XX деп белгіленеді. Адамдарда доминантты белгі және рецессивті белгі болады. Доминантты белгі басым деген сөз, яғни үлкен А әрпімен белгіленеді. Рецессивті белгі басылыңқы белгі кішкентай А әрпімен белгіленеді. Адамның шашының пішіні бұйра болса доминантты, тура болса рецессивті белгі. Көзінің түсі қой көздес болса доминантты, көк түсті болса рецессивті белгі. Саусағының саны 6 болса доминантты, 5 болса рецессивті белгі. Генетика грек тілінде гениус шығу, пайда болу, тек барлық тірі организмдерге тән екі қасиеттерді тұқым қуалаушылық пен өзгергішті зерттейтін биология ғылымының бір саласы болып табылады. Ген бір белгіні, яғни бір белоктың дамуын анықтайтын ДНК-ның функционалдық бірлігі. Генотип организмнің өз ата-енелерін қабылданған гендерді толық жиынтығы. Фенотип организмнің ішкі және сыртқы белгілерінің жиынтығы. Гомозиготалы деп бірыңғай доминантты немесе рецессивті аллельдерден тұратын организмді айтады. Гетерозигота деп әртүрлі аллельдерден тұратын организмдерді айтады. Адамның генетикалық объекті ретінде ерекшеліктері мынаған байланысты балалар: жыныстық жағынан кеш пісіп жетілгендігі, әр отбасынан тарайтын ұрпақ санының аздығы, барлық ұрпақтардың тіршілік ортасында теңестірудің мүмкіндігі еместігі, хромосома санының көп болатындығы, адамға тәжірибе жасауға болмайтындығы. Осыған мән береміз, зерттемес бұрын адам генетикасын. Адам генетикасын зерттеу әдістеріне генетикалық әдісті жатқызамыз, генеалогиялық, цитогенетикалық әдісті жатқызамыз, егістік әдіс, онтогенетикалық әдіс, популяциялық әдіс және биохимиялық әдіс. Осы әдістер арқылы біз адам генетикасын зерттей алады екенбіз. Генеалогиялық әдіс адамда болатын түрлі белгілер мен қасиеттердің немесе аурулардың тұқым қуалауын, оның шыққан тегін қарай зерттейді. Оған мысал ретінде Құнанбайдың дарындылық қасиеті көрсетілген шежіре картасынан көре аласыздар. Мінеке, Құнанбайдан туылған бала Құдайберді, Құдайбердіден шәкәрім дарындылық қасиет, яғни сіздер әдебиеттен білесіздер осы ақын жазушыларымызды. Мінеке, Құнанбайдан Абай ұрпағы және Абайдың балалары Ақылбай, Мағауия. Әр қайсында әдебиеттен өзінің шығармашылық өлеңдері қалған, поэзиялар қалған, дарындылық қасиеттерін белгілеуі мінеке жасыл дөңгелектен көріп тұрғаныңыздай, жасыл дөңгелекшеден берілген. Келесі гемофилия ауруының тұқым қуалауы. Гемофилия ауруының тұқым қуалауы мінеки ағылшын королевасы Викториядан тараған ұрпақтарды мысал ретінде қарауға болады. Шежіреде талданатын ұрпақтарға біз ата ұрпағын аламыз, әке ұрпағын аламыз, жаңағы Құнанбай мысалға болады. Өзінің ұрпағын да аламыз, балалардың ұрпағы, немерелер ұрпағы және шөберелер ұрпағы, шөпшектер ұрпағы. Шежірені құрастыруды бастайтын адамды пробанд деп атаймыз.
ал інілі қарындастарын сипстер деп атаймыз. Келесі біздің әдісіміз генетикалық әдіс. Сау немесе ауру адамның кариотипіне, хромосома жиынтығына, яғни цитогенетикалық талдау жасалынады. 1956 жылы Тио мен Леван алғаш рет адамда 46 хромосома бар екен анықтаған. Соның ішінде 23 әйел хромосомасында болады, 23 ерлердің хромосомасында болады екен. Оқушылар, естеріңізде сақтаңыздар. Цитогенетикалық әдіс хромосомалық өзгерістердің нәтижесінде туындайтын аурулар. Клейнфельтер синдромы, Тернер-Шершенский, Даун, Патау, Эдвардс синдромдары және тағы басқа ауруларды осы цитогенетикалық әдіс арқылы білуге болады. Бізде ұрпақ әлі дүниеге келместен, мінекей суретте қараңыздар, плод деп тұр, ұрпақ. Осы бала дүниеге келместен, осы жұлынынан сприч арқылы алып, қандай патологиялық белгілері бар, яғни ауру ұрпақ дүниеге келейін деп тұрма болашақта, әлде сау ұрпақ дүниеге келейін деп тұрма, осыны қазіргі ғылымда медицинаны жақсы дамығанына байланысты анықтай алады. Осы цитогенетикалық әдіс қазіргі ғылымда өте жақсы дамып тұр. Кез келген ауруханаларда сіздің ұрпағыңыздың қандай болып өсіп келе жатқандығын біле алады. Келесі цитогенетикалық әдісті жаңа басында айтып кеттік, бірнеше ауруларды белгілерін анықтауға мақсатындағы ғылым саласы болғандықтан, мінекей синдром Клейнфельтер, яғни адамда бізде 46 хромосома болады деп айттық қой. Мына ауруда адамда 47 хромосомасы бар екен. Ер адамда дейді, жыныстық хромосомада X артық болуы, яғни диплоидтық жиынтығы 47 хромосома болуы. Синдром Шершенский-Тернер, яғни бір хромосома жетпей қалуы, 45 хромосома. Жыныстық жағы баяу дамиды, бедеу болады, ақыл есі кем, ашуланшақ, жұмысқа қабілеті өте төмен болатын аурудың белгісі сондай екен. Келесі әдісіміз біздің егіздік әдіс. Белгі қасиеттердің дамып қалыптасу үшін тұқымқуалаушылық пен сыртқы ортаның әсерін зерттейді. Сонымен қатар адамның кейбір тұқымқуалайтын ауруларға бейімделген алдын ала анықтауға көмектеседі. Яғни егіздік әдіс бір жұмыртқалы және екі жұмыртқалы болып қарастырылады. Мінекей бірінші суретте қарап отырсаңыздар, бір жұмыртқадан пайда болған егіздер. Ал екінші суретте мінекей екі жұмыртқадан пайда болған егіздер. Көбінесе бір жұмыртқадан пайда болған егіздер бір-біріне қатты ұқсайтын болып келеді. Және өте бүкіл дене мүшесі барлық ұқсас келеді. Ал екінші суретте екі жұмыртқалы егіздерді көбінесе біреуі ақшылдау болып келеді, болмаса біреуі ірілеу, біреуі кішкентай болып келеді дегендей айырмашылық болады. Түстерінен, мінез құлықтарынан айырмашылық болады екі жұмыртқалы егіздерден. Мінекей келесі суретті қараңыздар, егіздік әдіс мінекей қалай дамиды қарап отырсаңыздар, көрдіңіздер ме? Бірінші суретте бір-бірінен айнымайды, ал екінші суретте өте қатты ұқсай бермейді. Келесі зерттеудің жаңалығы. Егіздердің дүниеге келуі бірнеше факторлардың әсері бар екендігін анықталды. Яғни ол қандай әсерлер? Бірінші, 18-35 жас аралығында әйелдердің егіз тууы жағдайлары көптеп кездеседі. Ақ нәсілді әйелдерге қарағанда, қара нәсілді аналардың егіз баланы дүниеге әкелуі жиірек кездеседі екен. Табиғат соншалықты ластанған сайын егіздердің өмірге көптеп келуі арта түседі екен. Тамақтануда картопты көп пайдалану егіздердің дүниеге келуіне себепші болатын гормондардың көбейеді екен. Жыл мезгілдерінің ыстық, яғни июль айында дүниеге егіз балалардың келуі көп жиілейді екен. Яғни біздің қоршаған ортамызда және тіпті тамақта қолданылған осылардың барлығы егіздік әдіс әкелуіне көп септігін тигізеді екен. Сонымен қатар егіздік әдіс ол бізде ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Егер де ана ұрпағында егіз болса, бұл міндетті түрде келесі ұрпақта егіз
пайда болады. Сол сақылды ер ұрпағында да солай. Енді бүгінгі сабағымызды пысықтау үшін мына жерде тапсырманы қараңыздар, төмендегі суретке қараңыздар. Егер бұл цитогенетикалық зерттеу әдісінің нәтижесі болса, ол бойынша қандай қорытынды жасауға болады? Яғни басында сіздерге осындай суреттер берілді, және осы сурет бойынша өздеріңіздің ойларыңызды дәптерге жазып оқып берсеңіздер болады. Қорытынды. Адам генетикасының денсаулықты сақтаудағы рөлі өте зор. Себебі кез келген ауру зат алмасудың не зат алмасуға қатысып, оны реттейтін генетикалық қызметтерінің бұзылуына байланысты. Демек, бұзылған гендерді анықтап, оны әртүрлі генетикалық әдістермен зерттеп, түрлі аурулармен күресуге болады. Үй тапсырмасы. Бірінші, генеалогиялық әдісін пайдалана отырып, өздеріңіздің шежірелік карталарыңызды сызыңыздар. Екінші, тағы да басқа тұқым қуалаушылықты зерттейтін әдістерді қарастырыңыздар. Сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Және бүгінгі сабағымды жақсы түсіндім десеңіздер шабаданға, әлі де сұрақтарым бар, білмегенім көп десеңіздер ертартқышқа. Егерде сабақтан еш нәрсе ұқпадым десеңіздер, мынау қоқыс жәшігіне әкеліп стикер жапсыруларыңызға болады. Сау болыңыздар. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.